Hello, how are you doing? Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Speed Up Vocabulary каналына қош келдіңіздер. Бұл жерде әр тақырыпқа сөздерді үйреніп қана қоймай, идиома, фраза үйренетін боласыздар. Ең маңызды айтатын мәселе ол сіз elementary, pre-intermediate, intermediate деңгейінде болсаңыз, сөздік қорыңыз аз болса, сіз ол деңгейді көрсете алмайсыз. Сондықтан мен осы каналды ашып отырмын. Ал бүгін мен сіздерге how are you, қалың қалай деген сөздің бірнеше нұсқасын үйрететін боламын, яғни мағынасын да ашып айтатын боламын. Ал how are you деген сөз шетелде привет сөзін алмасып кеткен. Яғни сіз қалың қалай деген сөзді басқаша айтуға болады. Мысалы, how are you doing деген ол бейресми ауызекі стилінде қолданылады көбінесе. Ал what's up деп айтуға болады. Яғни қалайсың, не жаңалық деген сөздің мағынасы. How are you getting on? Яғни ол адам туралы барлық нәрсені білгіңіз келсе, қалың қалай, өміріңде өзгерістер, не жасап жатырсың, не жаңалық деп сұрағыңыз келсе, осы сұрақты қойыңыз. Ал қазақ тілдегі қал қалай деген сөз what gives болады. What gives. What's going down? Бұл сөз енді бір жерге бардыңыз, ол жерде сізге ұнамайтын нәрселер болып жатса, не өзгерістер болып жатса, түсінбей жатсаңыз, не болып жатыр, не болып кетті деген сөз what's going down. Ал енді кеттік. Алтыншы сөз what do matters stand. Бұл көбіне жұмыс бабымен сұралатын сұрақ. Не болып жатыр, не істеп жатырсыңдар, не жаңалық деген сияқты. Енді орыс тілінде старина деген нәрсе бар, яғни көптен көрі кездеспеген достарыңыз болса, көбіне үлкен адамдар айтады, яғни how's old socks. Ал ең соңғысы жалпы жағдайың қалай деген, қалың қалай деген сөз ол how's everything. How's everything. Яғни ағылшын тілінде сөздерді үйренгіңіз келсе, дыбысталуына мән беріңіз. Ең басынан бастап дыбысталуына назар аударыңыз. Ал енді осы сұрақтарға жауап беруді үйренейік. Менде бәрі жақсы. I feel better. Can't complain. Couldn't be better. Бұдан да жақсы болушы еді. I'm pretty good. Менде бәрі тамаша. Ал қалған сөздерді сіздерге каналға жіберетін боламын. Яғни тесттерді міндетті түрде орындаңыздар. Енді осыны қалай есте сақтауға болады? Практика жасаңыздар. Келген адаммен амандасып, жаңағы жауабын айтып, мысалы келді. How are you getting on? Не болып жатыр, жағдайың қалай? How's everything? Не болып жатыр? Яғни сіздер практика жасайтын адамды да табу керексіздер. Яғни осы сөздерді міндетті түрде қайталап айтып жүріңіздер. Ал енді пайдалы деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бай-бай.